Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve mevlana Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli bavurlar. Bugün Allah'a şükür elhamdülillah Mabdal Qiraat kitabının ең соңғы екінші томының ең соңғы дәрісі Әд-Дәрсус Ситтун 60-шы дәріс. Аллаға шүкір, Алла Тағала осы кітапты бастап соңына дейін жеткізуді нәсіп еткен екен. Осы нәрсе бізге бұйырған екен. Алла Тағалаға шүкіршілік етеміз. Сол үшін өте қуаныштымын. Өзім екінші томның 60-шы дәрісіне дейін жеттім. Құдайға шүкір. Бауырлар, сіздерге бір пайдам тиіп жатыр деген ойдамын. Баршаңызға түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Бұдан алдын біздер Мабдал Қираат кітабының бірінші томын бітірген болатынбыз. Одан алдын 36 сабақтан тұратын тәжвид дәрістерді де бітірген болатынбыз. Әрине басқа да бастаған кітаптарымызды Әжрумия, Малаххас фи Қауаидул лұғатил арабия кітаптары, одан басқа тағы да медицинский курстың бірінші екінші томы да басталып қойды. Оның барлығын бастап қойғанбыз. Оның барлығын Алла Тағала қаласа, мүмкіндік берсе, барлығын дәл осылайша бітіріп тамамдайтын боламыз иншалла. Әрине дәрістеріміз арасында қалып қойып жатыр, бірақ та оны тастап кетпейміз иншалла. Барлығын соңына дейін жеткіземіз. Бауырлар, сіздерден бір өтініш, осы дәрісті көріп отқан болсаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздерден өтініш, сіздерге қиын емес, біз үшін өте ұнайтын нәрсе, бізге өте жағымды. Сіздерге өтініш, сондықтан каналға жазылыңыздар, және де осы нәрселерді көбінесе репост жасап, немесе репост жасамасаңыз да, жаңағыдай мешіт медреседе оқып жүрген, немесе Құран оқып үйренейін деп жүрген бауырларыңызға, таныс білістеріңізге айта жүрсеңіздер өтініш. Мынандай канал бар, осындай каналда әртүрлі тәжвид сабақтары бар, басқа да Құранның ішінен Құран парақтарын ашып қойып, әрбір аяттың тәжвидін түсіндіретін сабақтар бар, осындай сабақтар бар деп бір айта жүрсеңіздер, иншалла осы ісімізге жаңағыдай қол ұшын созған боласыздар. Пайғамбар хадисі бар, кім мұсылман бауырының қажетін өтесе, ол адамның Алла Тағала өзі қажетін өтейді дейді. Сондықтан осы істі таралуына, жайылуына, кеңінен таралуына қол ұшын созсаңыздар, иншалла Алла Тағала сіздерге өзі қол ұшын созсын, өзі көмектесін иншалла. Әлхамдулилля, жеке өзім қатты қуанып отырмын бауырлар. 60-шы дәріс міне тамамдалды. Өткенде бастаған болатынбыз, енді жетті соңына дейін. Енді Мабдалдың 3-ші томын пока бастамай тұрам. Медицинский курс кітабының хотя бірінші томын бітіріп алуым керек. Өткені өте көп бауырлар сұрап жатыр. Өте көп бауырларға қазақ тіліндегі медицинский курс кітабын түсіндірген дәрістер қажет екен. Енді иншалла қажет болса біз жасай береміз иншалла. Алла Тағала тәуекел етіп. Бисмиллах. Әд-Дәрсус Ситтун. Айюс саласати ашадду хумқа. Үшеудің қайсысы ақмағырақ? Тікелей аударатымызақ, қайсысы мына үшеудің қаттырақ ақмақ дейді. Яғни ашадду хумқа, ақмақтығы қаттырақ. Яғни қазақшаға аударсақ, үшеудің қайсысы ақмағырақ деген нәрсе шығады. Тәмәннен үміттену, ашратун араласу, мына жақтан қарайсыздар, көптеген мағыналар бар. Тәмәннен, тәмәнниюн, тілеу, қалау, үміттену. Қайсысы синоним сізге жақын болса, бәрін қолданасыз. Ашратун достық, татулық, ынтымақтық. Екінші мағынасы мәміле, қатынас деген. Тоқун атуақун, жаға, алқа, қарғы, мойынжіп. Жалпы мына жерде мағынасы жаға ше, мына жерде. Оқиғадағы мағынасы жаға, кәдімгі көйлектің жағасы, киімнің жағасы бар ғой, жаға. Зиққун, азқақун, зиқақун, мес, торсық, мес деген болды ондай. Білмеймін, мес деген андай бір, менімше, бір теріден тігілген, ішіне су, бір сұйықты құйылатын нәрсені мес деп айтатын шығар. Вайхун деген сор қайнау, құрып кеткір, саббаллаху дәми, Аллах қанымды төксін деген мағына. Енді оқиға. Юхка анна ахмақайни истухаба фи тариқин. Хикаяда келеді, шынында екі ақмақ адам серік болғаны бір жолда,
бір сапарда, бір жолда екі адам бір-біріне серік болғаны хикаяда келеді. Екі ақмақ, е. Фақала ахадухума лил ахари, сөйтіп айтты екеуінің біреуі басқасына. Ахадухума, ол екеуінің біреуі басқасына айтты: Та'ала натаманна алаллах. Келші гәне, Алла Тағалаға бір үміттерімізді, бір тілектерімізді айтайықшы. Фа инна тариқа юқтау бил хадис. Шынында бұл жол деген сөйлесумен қысқарады ғой. Юқтау деген тікелей мағынасы кесіледі, яғни жол қысқарады деген мағынада да. Фа инна тариқа юқтау бил хадис. Шынында жол сөйлесумен қысқарады ғой дейді. Шынында жолға кетіп барасаңыз, біреумен сөйлессеңіз, бір жол тез өтіп кетеді ғой, тез жетіп қаласыз баратын жағына. Ары қарай, фақала ана атаманна қытаана ғанамин. Мен сұраймын Алла Тағаладан, тілеймін қытаана ғанам. Бір отар мал, қой тілеймін дейді. Қытаан деген арда, бір отар дейді ғой, орда. Бір атар қой дейді ғой. Бір қора десек те болады. Бір қора қойды тілеймін Алла Тағаладан. Антафиу би албаниха, мен пайда аламын оның сүттерінен пайдаланам. Антафиу нафа, жаңағы пайда алам өзіме, иә. Өзім сол антафиу өзіме пайда аламын, оның сүттерінен пайдаланам. Уалюхумиха, етінен пайдаланам оның. Ва асуафиха, оның жүнінен де пайдаланам. Вақалал ахару, ал басқасы былай дейді. Басқасы айтты, екіншісі айтты дейді: Ана атаманна қутана зиаб. Мен бір топ қасқырым болғанын қалаймын дейді. Атаманна деген қалаймын, тілеймін. Мен тілеймін бір топ қасқырым болғанын. Урсилуха аля ғанамика, сөйтіп оны мен айдап саламын, жіберемін дейді. Аля ғанамика, сенің қойларыңа сол бір топ қасқырымды айдап саламын. Хатта ла татрука минху шай'a, ештеңесі қалмағанға дейін айдап салам дейді сенің қойларыңа дейді. Жаңағы бір топ қасқырымды дейді. Енді екінші адам айтып отыр: Вақала вайхак, сөйтіп бірінші айтады: саған сорлы дейді, сорың қайнап кеткір, жаңағындай. Ахада мен хаққи сухба, енді осы сұхбаттасудың хақысы осы деп ойлайсың ба дейді. Ва хурматил ишра, адаммен араласудың құрметі, сұхбаттасудың хақысы осы деп ойлайсың ба? Саған жаңағындай вайхак, жаңағындай өкініш болсын, е, сорлы деген сияқты. Фатаса яха, бір-біріне айғайласты дейді сол кезде. Таса яху, сойхатун деген бар ғой, қатты шу айғай. Фатаса яха, бір-біріне айғайласы сол кезде тұрып алып. Ватаха сама, бір-бірімен дұшпандасты. Уаштаддатил хусумату, сол кезде дұшпандық қатты өршіп кетті. Байнахума, ол екеуінің арасында дұшпандық өршіп кетті, қатты күшейіп кетті. Хатта күшейіп кетті, тіпті сондай дәрежеге дейін барды дейді. Сондай дәрежеге дейін тамасака бил атвақи, бір-бірінің жағасынан ұстасты дейді. Тамасака, бір-бірінен ұстау. Тамасака деген бір-бірінен жаға ұстау. Тамасака деген естік, бір-бірін ұстау. Бил атвақи, жағаларымен. Жағаларынан ұстасты дейді. Жаға ұстасып қалды дейді сол кезде. Сымма тарадая, сөйтіп келісті екеуі. Аля анна аувала ман ятлу алейхима, ол екеуіне кім талаға ятлуғы деген бір жолығуы ғой, былай айтқанда. Талаға деген жалпы таң ату ғой, андай. Талаға шамс, күн шықты дейді ғой, шығуда, яғни ол екеуіне кім бірінші кездесетін болса, анна аувала ман, шында ең әуелі кім кездесетін болса ол екеуіне, якуну хакаман байнахума, сол болады үкім беруші, яғни қазы болады ол екеуінің арасында. Ол екеуінің арасында қазылық болады дейді, қазылық атқарады дейді, яғни ол екеуінің арасында төреші болады дейді. Қазір кім алғаш бізге кездесетін болса, сол екеуінің арасына арамызға төреші болады деп келісті дейді сол кезде. Фатала алейхима шайхун, сөйтіп ол екеуіне кездесті. Алейхима, тала алейхима, ол екеуіне жолықты, кездесті. Шайхун, үлкен кісі кездесті. Кәрі кісі, бихимарин, есекпен келіп жатқан бір үлкен кісі кездесті. Алейхи зиққани, ол кісіде, яғни үстінде, яғни білмеймін, мойнына асып алған ба, екі мес бар еді дейді, асып алған, үстіне асып алған, яғни мойнына ма бір жеріне асып алған екі мес бар еді. Екі мес бар еді, мен асалин, балдан болған екі мес бар еді үстінде. Фахаддасаху, ол екеуі айтып берді оған,
өз фахаддасаху айтып берді оған бихадисихима, ол екеуі айтып берді екеуінің болған оқиғасын. Хадис деген бір оқиға, бір әңгіме, екеуі отырды да өздерінің әңгімелерін айтып берді дейді, то есть болған оқиғаны. Фаанзала зиққайни, сол кезде ана адам алады да енді әңгімеге беріліп кетті ма, или бұл кісі де енді білмеймін, енді байқамай қалды ма. Фаанзала зиққайни, жаңағы мойнында тұрған, үстінде тұрған екі месті алды да жерге тастады дейді, түсірді дейді да. Фатахахума, сөйтіп екеуін ашып қойды дейді да, жаңағы месті ашып қойды. Хатта салал асалу аля тураб, сөйтіп ашып қойды да кейін асел төгіліп кетті дейді. Сәлі төгілді, аля тураби, жерге, топыраққа төгіліп кетті дейді да. Нәжді әнзәлә етістік, зиққайни деген негізі мынандай ғой, зиққани ғой негізі. Әнзәлә келгендіктен, нәжді етістік келгендіктен нәжді мәфғул болады да. Мәфғул екілік форманың мәфғул бихи яймен келеді ғой. Зиққани зиққайни де, әнзәлә зиққайни. Түсіндіңіз бе? Сөйтіп ол әсел жерге түсіргеннен кейін, аузын ашып қойғаннан кейін, аузын ашып жерге түсіріп қойды да, жаңа адам кәне мен сен екеуіңе төреші болайын деп әңгімеге беріліп кетті да, жерге түсіре салды. Ол әсел төгіліп кетті. Енді анау ағаш емес қой, тіреліп тұратын теріден болса, ол жерге топыраққа төгіліп кетті да. Сымма қала, сөйтіп ана үлкен кісі айтады да, саббаллаху дами, алла тағала менің қанымды төксін, мисля хазал асал, мына әсел төгілген сияқты менің қанымды алла тағала төге көрсін. Ин лам такуна ахмақайни, сен екеуің нағыз ақымақ болмасаңдар, алла тағала менің қанымды осы әсел төгілгендей төксін дейді. Яғни алла тағаламын ант етейін, сендер жаңағыдай екеуіңді ақымақ екенсіңдер дейді. Бірақ енді нәжде автор сұрап отыр, үшеудің қайсысы ақымағырақ дейді да. Бірінші адам ба, жаңағы өзіне қой сұраған екіншісі ма, или қойына қасқыр жіберем деген, или үшіншісі ма да. Әселін тастай салып, ана екеуінің әңгімесіне кіріп кеткен. Енді өздеріңіз шеше жатарсыздар, бауырлар. Қандай тұжырымға келсеңіздер, комментарияға жаза салыңыздар иншалла. Менің ойымша мынау ақымақ деп ше. Аллаға шүкір, бауырлар. Мәбдәл қырағат кітабы екінші томы бітті. Құрметті бауырлар, каналдың дамуына қол ұшын созамын десеңіздер, әрдайым есігіміз ашық. Жаңа микрофонға, жаңа видеокамераға қаражат жинап жатырмыз. Иншалла тезірек жинап бітуге көмек беріңіздер, бауырлар. Бұның барлығы сіздер үшін, бұның барлығы Қазақстандағы, бүкіл Қазақстандағы мұсылман бауырлар үшін, мешіт медреседе оқып жүрген, қалаларда жүріп осындай өздігімен білім алам деген бауырлар үшін жасалып жатқан дүние. Сондықтан бұл жеке менің өзімнің дүнием емес, иншалла. Сондықтан қол ұшын созыңыздар, бауырлар. Жаңа микрофон алайық, жаңа видео алайық, сөйтіп бұл ісімізді өте сапалы түрде жасайық, иншалла. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.